Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді, идеальный блюдо десек те болады. Үйде қарапайым духовкада осындай сатылатын грильді жасауға болады. Үйде тауық етінен жасалған курица гриль өте дәмдірек болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай бірінші тауықты жуып аламыз. Одан кейін мойын жағындағы сүйекті кесіп алып тастаймыз. Үлкен осындай толықтай тауық етін жақсылап жуып алғаннан кейін, мойын кесіп алып тастағаннан кейін, жаңағы арқа тұсындағы және кеуде жағындағы сүйекті кішкене кесеміз. Сол кезде біздің тауығымыз кішкене жатыңқырап тұрады, яғни біздің тауық етін жатқызып пісіруіміз керек. Сол кезде бізде духовкаға сыяды. Мынау біздің дайындайтын соусымыз. Көріп тұрғандарыңыздай томатқа 2 ас қасық майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін кобра немесе аджика болса, 1 кішкене қасық саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде соус өте маңызды, өйткені осы соус арқылы біз тауығымызды маринаттаймыз. Достар, каналымыздың дамуына қол көмектеріңізді сұраймын. Подписаться кнопкасын басып, поделиться кнопкасы арқылы WhatsApp чаттардан бөлісулеріңізді сұраймыз. Осы жерде соевый соустан 1 ас қасық құямыз. Өйткені соевый соус бізге тауығымызға бір қызғыш түс береді. Сонымен қатар 5 түйір сарымсақты тазартып ашып аламыз. 5 сарымсағымызды, яғни чеснокты жіңішке етіп турап шығамыз. Одан соң осы паприкадан 1 кішкене қасық саламыз. Одан кейін 1 кішкене қасық қара бұрышты да қосамыз. Қандай бұрышты жақсы көресіз? Орегано жақсы көрсеңіз, орегано қоссаңыз да болады. Осылайша барлығын жақсылап араластырамыз. Және тағы бір айтатын жері, тауығымыздың жаңағы қанатының аяқ жағын 2 жағынан кесіп алып тастаймыз. Және онымен қоса мен тауықтың жаңағы құйрық жағын алып тастадым. Видеода көрсетілген, бақылап қарасаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай сарымсақ туралған, жаңағы 5 сарымсақты қосып, осылай араластырып шығамыз. Осылайша маринадқа соусымыз дайын болды. Енді жуылған тауығымыздың үстіндегі жаңағы еттерін арасын пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Кесілген араларына жаңағы тұзымызды сеуіп, себелеп жағып шығамыз. Менің өлшеуім бойынша 2 жағынан 4 қасық тұз кетті десем болады. Яғни кішкене қасықпен 4 қасық тұз салдым. Яғни себелеп және жағу арқылы 2 жағын аударып отырдым. Сонда барлығы жаңағы 4 қасық тұз кетті. Осылайша және құйрық жағын алып тастадым. Одан кейін қолғаптың көмегімен қалған жеріне тұзды жағып болғаннан кейін дайын болған маринадты, яғни соусты жағып шықтым. Достар, сіздерде қандай маринад болады тауыққа және қандай құраммен бөлісесіздер? Комментария жазып кетсеңіздер болады. Жалпы тауық етін маринадта ұстау уақыты 2 сағат, аз дегенде, уақыт бар дегенде 5-6 сағат. Егер жақсылап қалың еттің арасына кіріп, жаңағы соус өзінің дәмін берсін, сочный болсын десеңіз, осылай маринадтап қойып, мысалға түнде маринадтасаңыз, немесе кешкісін ертеңге дайын болып тұрады. Яғни ыдысқа салып, кастрюляға крышкасын жауып, осылай дайын күйінде қойып қойсаңыз, ол өзіне впитываться етіп, жаңағы соус, маринад бәрі қосылып,
ертесіне обедке дайын болады. Яғни обедте тек осы тауығыңызды алып духовкаға сала саласыз. Сол кезде духовкадан пісіп, осы соусыңыздың барлығы бойына сіңірген болады. Өте дәмді болып шығады. Мен өзім бұл видеода осылай жасадым. Кешкісін осылай маринадтап қойдым. Одан кейін таңертең 11-дің кезінде шығарып, духовкаға салып, обедке пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты. Және қалауларыңызға қарай қасына көкөністен гарнир жасасаңыз болады. Менде видеода көрсетілгендей қарапайым картошка, қарапайым сәбіз және қызанақ пен жуанның көмегімен жасадым. Барлығын жуып, аршып, тазалап және үлкен ірі бөліктерге бөлдім. Достар, осындай тауықтан гриль жасаудың тәсілдерін білсеңіз, комментария қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен келесі видеоларда бірге жасап көрсек болады. Осылайша дайын болған, туралған көкөністерге бұрыш тұздарымызды дайындаймыз. Және осы уақытта духовкаңызды қосып қойсаңыз болады. Бар қызуын көтеріп, дайындап қойсаңыз болады. Осылайша көкөністеріміз ірі күйінде туралады. Одан кейін бұрышымызды, тұзымызды және су майымызды дайындап қоямыз. Себебі барлығын бір ыдысқа салып, араластырамыз және өлшеп құйып шығамыз. Осы уақытта духовкамызды қосып қойдық. Духовкамыз қызып жатыр. Дайын болғанша осылай көкөністерімізді турай береміз. Және мендегі тауықтың пісу уақыты 1 сағат болды. Яғни мен 1 сағатқа көкөніспен бірге қойдым духовкада. Бірақ сіздер 40-45 минуттан кейін алсаңыздар болады. Себебі менікі кішкене қызарыңқырап кетті қатты. Сондықтан 1 сағатқа жеткізбей қойсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тұз бұрыш және әмбебап приправасы салынды және 3 ас қасық су майы құямыз және қолғаптың көмегімен араластырып шығамыз. Сонымен қатар фольгаңызды және табаңызды дайындап қойыңыз. Яғни фольгаға осы дайын болған көкөністерді саламыз. Оның үстіне темірден жасалған ыңғайлы қуыратын ыдысымызды қоямыз. Одан кейін үстіне тауықты жатқызып қоямыз. Себебі біздің тауығымыз духовканың төбесіне жабыспау керек және кішкене 2 сантиметрдей ара қашықтық болу керек. Сіздермен болған Смағұлова еңлік. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымызды қолдап кетейік, тіркелейік. Сіздерді келесі видео рецептте күтемін.